Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей етіп мандарин салатын жасайтын боламыз. Жаңа жылға қарсы осындай салат жасасаңыздар болады. Ол үшін бізге керек болады тауық етіміз. Кептірілген тауық етін алдым мен бұл жерде. Оны осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, ұсақтап төрт бұрышты етіп турап алатын боламыз. Мінекей біз тауық етін осылай турап алдық. Ендігі біз кезекте бізге керек болады сырымыз. Мен пармезан сырын алдым. Осындай теркамыздың сақтысымен өткізіп алатын боламыз. Осылай үстінен бір-бір турап оны да қосатын боламыз тауық етінің үстіне. Ендігі кезекте бізге керек болады алдын ала пісіріп асып алған жұмыртқамыз 3 штук керек болады. Одан соны алдын ала осылай төрт бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Міне оны да қостым. Енді бізге дәу табақ керек болады. Осы дәу табаққа ауыстырып алдым барлығын. Жұмыртқамызды салдым. Осылардың барлығын енді біз майонезімізді қосып 5 ас қасықтың көлемінде, болмаса 3 ас қасықтың көлемінде өз қалауларыңыз бойынша араластырып шығатын боламыз. Міне біз ендігі кезекте алдын ала асып дайындалып алған сәбізімізді осындай өте ұсақ үккіштен өткізіп осылай жасап аламыз. Пищевая пленкамызды алып кішкене көлемде сәбізімізді осындай дөңгелекше етіп жайып шығатын боламыз пищевой пленканың үстіне. Сіздер кез келген целлофан пайдалансаңыздар бола береді. Енді мына салмамызды осылай дөңгелекше етіп дайындап аламыз да, оны ортасына қойып, целлофанымызды алып, бәрін осылай домалақша етіп жасаймыз да, қолымызбен айналдырып дайындап аламыз апельсинімізді. Мінекей. Міне біздің апельсин салатымыз дайын болып қалды. Мінекей апельсинге ұқсап шыға келді. Енді біз бұны шөбін жасау үшін мен осында петрушканы пайдаландым. Петрушканың шөбін жапырақшасын алып осылай үстіне қойып қойдым. Міне нағыз мандарин болып шыға келді. Әрі дәмді, әрі сәнді болып шықты. Сіздерге де жаңа жылда жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Мінекей тағы да екіншісін көрсетіп жатырмын. Екіншісін де көріп алыңыздар. Міне біздің екінші мандариніміз де дайын болды. Жапырақшамызды алып